Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы атанғыңыз келеді ме? Олай болса, конкурстық іріктеуге қатысыңыздар. Қараша айының 27 жұлдызы мен қаңтар айының 20 аралығында Назарбаев зияткерлік мектебіне 7-ші сыныпқа оқушыларды қабылдау науқаны өткізілетінін хабарлаймыз. Аталған уақыт аралығында үміткерлер қазіргі 6-шы сынып оқушылар төмендегі құжаттары тапсырулар қажет. Байқауға қатысу үшін өтініш сауалнама. Үміткердің туы туралы куәлігінің көшірмесі, үміткердің жеке сәйкестендіру нөмірі, бар болған жағдайда жеке бас құжатының көшірмесі, заңды өкілінің жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетілген куәлігінің көшірмесі. 086 медициналық анықтама формасы, үміткердің тұрғылықты орнынан анықтама. Үміткердің соңғы оқу жылындағы үлгерімі мен тәртібінің табелінің көшірмесі және мақтау қағазы, диплом, сертификат немесе басқа қоғамдық өмірдегі жетістіктері туралы құжаттары. Ескерту: талап етілген құжаттар оқитын мектеп басшысының қолымен расталып, тиісті білім ұйымының мөрімен бекітілуі керек. Сонымен бірге, үміткер 3-4 фотосының 2 данасын өткізуі қажет. Көрсетілген барлық құжаттар пластикалық тестікпеге салынуы тиіс. Аталған уақыт аралығында құжаттарын толық тапсырған үміткерлер арнайы бекітілген кестеге сәйкес байқауға қатысатын болады. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының өркен білім беру грантын тағайындау жөнінде конкурс 2018 жылдың 3-4 наурыз күндері өткізілетін болады. Математика және ағылшын тілі пәндері бойынша білімдері жоғары оқушылардың барлығы құжаттарын тапсыруға шақырамыз. Ұлы дала мұрагерлер қатарын толықтырып, жан-жақты білім алғыңыз келсе, біздің мектепке келіңіздер.